Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де, 2001 жылғымын және кірпік саласында, сұлулық саласында жүргеніме уже 6 жыл болды және 6 жылдан асып бара жатыр. Және менің өзім тәжірибем жайлы сіздермен бөлісетін болатынмын және үйрететін боламын. Және де маған тіркеліңіздер, себебі менде өте құнды ақпараттар болады, жіберіп алмаңыздар. Және де білгілеріңіз келген информацияны маған комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Және колокольчикті және лайкты басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен сіздерге қазір өзім қолданатын клейді және сіздерге совет беретін клейлер туралы обзор айтатын боламын. Ал кеттік. Мен қолданатын клей ол Академиялық Шмейкердің Ромео деген клейі. Яғни бұны неге мен қолданамын? Потому что бұл новичоктарға да или профи мастерларға да арналған клей. Бұл гипоаллергенный клей, көзді ашытпайды және де долго тұрады. Және де клей қанша жерден ұзақ тұрса да біз 2 апта сайын, 3 апта сайын клейді ауыстыруды ұмытпауымыз керек. Және бұл клейдің сцепкасы 3 секунд. 3 секундта, яғни біз жабыстырып үлгеру керекпіз. Және мен сіздерге совет берсем, осы Академиялық Шмейкердің Ромео клейін совет беремін. Және де екінші клейім, ол мен қолданатын Victorians, бұл Lovely деген фирманың клейі. Бұл профи мастерлерге арналған клей. Яғни бұның сцепкасы 0,5 1 секунд болып есептелінеді. Сол үшін бұны профи мастерлар деп қолданылады деп айтылады. Және де бұл клейді новичоктарға қолдануға мүлде совет бермеймін, потому что сіздер үлгермей қаласыздар, пока қоямын дегенше. Және де бұл клей тоже гипоаллергенный, тоже ұзақ тұрады, көзді ашытпайды. Және бұл клей қаншалықты ұзақ тұрғанымен, бірақ біз бәрібірде 2 апта, 3 аптада ауыстырып тұру керекпіз. Және біз міндеттіміз. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және колокольчикті лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де тағы да не білгілеріңіз келеді, келесі тақырып қандай болғанын қалайсыздар, маған комментарийға жазып өтсеңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламын. Және де всем пока, сүйдім.